Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі алғашқы сабағымыздың тақырыбы прокариоттық және эукариоттық жасушалар. Сабақтың мақсаты: прокариоттық және эукариоттық жасушалардың құрылыс ерекшеліктерін сипаттау. Екінші, прокариоттық және эукариоттық жасушаларын салыстыру. Үшінші, прокариоттар мен эукариоттарға мысал келтіру. Барлық ағзалар жасушалардан тұрады. Жасуша дегеніміз тіршіліктің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Кестеден көріп отырғандарыңыздай, ағзаларды екіге бөлеміз: прокариоттар және эукариоттар. Прокариоттарға бактериялар мен цианобактериялар, және эукариоттарға өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар жатады. Прокариоттар жасушасында қалыптасқан ядросы болмайтын ағзалар. Олар талшықтары арқылы қозғалады. Ал эукариоттар ядросы қалыптасқан ағзалар. Енді прокариоттық ағзалардың жасушаларының құрылысына тоқталамыз. Бактериялардың жасушасында ядросы жоқ, сондықтан ядросы қалыптаспаған прокариоттар деп аталады. Оның цитоплазмасында ДНК сақинасы түрінде орналасқан. Және прокариоттық жасушасы плазмалық мембранамен жабылған. Оның сыртында жасуша қабырғасы көбіне шырышты қабықша капсуласы болады. Бұл қабықша бактерияның жасушасын қорғап тұрады. Және көріп отырғандарыңыздай рибосомалар болады. Және жасушаның ішін толтырып тұрған цитоплазма, қоймалжың сұйықтық болады. Келесі эукариоттық жасуша. Эукариоттық жасушалардың құрамында ядросы бар. Ядро цитоплазмадан саңылауы бар екі мембрана арқылы бөлінген органоид. Оның құрамында хромосомалар, ядрошық және ядрошырны кариоплазма болады. Хромосомаларда нәруыздің құрылысы туралы тұқым қуалаушылық ақпарат сақталады. Келесі, жасушаның мембранасы мен жасуша қабырғасы қорғаныш қызметін атқарады. Барлық жасушалар сыртқы мембранамен жабылған. Бірақ саңырауқұлақтар мен өсімдіктерде кейбір бактерияларда мембранадан басқа сыртында жасуша қабырғасы болады. Ол жасушаға беріктік қасиет береді және пішінін сақтап отырады. Саңырауқұлақтардың жасуша қабырғасы хитиннан, өсімдіктердікі целлюлозадан, ал бактерияларда мурейиннан тұрады. Келесі органоид пластидтер тек қана өсімдік жасушасының тән органоид. Бұл пластидтердің 3 түрін қарастырамыз. Яғни хлоропласттар, хромопласттар, лейкопласттар. Хлоропласттарда жасыл пигмент хлорофиль болады. Ол фотосинтез үдерісін жүзеге асырады. Фотосинтез үдерісі хлоропласттардың ішкі мембранасында, қатпарларда, гранада жүреді. Лейкопласттар ақ немесе түссіз пластидтер. Олар крахмалда қоректік заттар қорын жинайды. Хромопласттарда қызыл сары немесе қызыл сары пигменттер болады. Олар
қоректік заттар, мысалға сәбізде, қызылшада, немесе зиянды күзгі жапырақтарды, зиянды заттарды жинап тұрады. Гүлдің күлтелеріне ашық түс беріп, жәндіктерді өзіне еліктіреді. Пластиктер бір-біріне айналуы мүмкін. Мысалға, хлоропласттар хромопластқа ауысады, оны күз мезгілінде жапырақтардан байқайсыздар. Келесі органоидымыз митохондрия. Митохондриялар жасушаның энергетикалық станциясы. Ол барлық эукариоттарда бар. Митохондрияларда тыныс алу кезінде органикалық заттардан оттектің қатысуымен су мен көмір қышқыл газы бөлініп отырады. Ал бөлінген энергия АТФ түрінде қорға жиналады. Келесі рибосомалар. Нәруыз синтезін жүзеге асырады, амин қышқылдарын нәруыздарға біріктіреді. Олар барлық тірі жасушаларда, тіпті прокариоттарда да болады. Гольджи жиынтығы заттардың жасуша ішілік тасымалын, майлар мен көмір сулардың синтезін жүзеге асырады. Және лизосомалардың түзілуін жүзеге асырады. Ол ядроның қасында қуыстар мен цистерналар ретінде орналасқан мембраналардан тұрады. Онда сыртқа бөлінетін немесе ұзақ уақыт сақталатын заттар болуы мүмкін. Көпіршіктердің бір бөлігі лизосомаларға айналады. Лизосомалар ас қорыту вакуольдері. Ас қорыту ферменттеріне толы мембрана көпіршіктері. Олар зиянды немесе қоректік заттарды ыдыратады. Өзін өзі қорыту автолизді жүзеге асырады. Бұл жануарлар мен саңырауқұлақтарда болады. Келесі органоидымыз эндоплазмалық тор. Цитоплазманың ішіндегі мембрана түтікшелері. Эндоплазмалық торды екіге бөлеміз: тегіс және түйіршікті. Тегіс эпоты рибосомасы жоқ. Сондықтан олар майлар мен көмірсуды синтездейді. Ал бұдыр эпоты, бұның рибосомасы бар. Сондықтан рибосомасы болғасын күрделі нәруыздарды биосинтез жүзеге асырады. Нәруызды синтездейді, яғни. Барлық эпоты Гольджи жиынтығының бірге заттардың жасуша ішілік тасымалына қатысады. Соңғы нағыз вакуоль. Тек өсімдіктер мен саңырауқұлақтарда болады. Бұл жасуша шырынына толы мембрана көпіршігі. Онда зиянды немесе қоректік заттар концентрлы ерітінді түрінде сақталады. Бұл эукариоттық жасушалардың құрылысы. Жалпы эукариоттық жасушалардың құрылысы 3 бөліктен: қабықша, цитоплазма, ядродан тұрады. Келесі, сіздердің алдарыңызда кестеде жасушаның органоидтарын, эукариоттар мен прокариот жасушасының органоидтары көрсетіліп берілген. Сол органоидтарды келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл Вен диаграммаға бірінші бөлігіне прокариоттық жасушаның органоидтарын, екіншіге эукариоттық жасушаның органоидтарын жазасыздар. Ал орталық бөлігіне екеуіне де ортақ органоидтарды саласыздар. Бұл берілген тапсырманы орындау. Әрі қарай үйге тапсырма
осы прокариоттық және эукариоттық жасушалардың ұқсастығы мен айырмашылығын қамтыған қысқаша тұжырымдамалар жазу. Үйге тапсырма.